11-ші есеп. 840 санын 2, 7 және 5 сандарына пропорционал болатын 3 санға бөлді. Орташа мен кіші сандарының азайтындысын табыңыз. Яғни 3 санға бөлді дейді. 2, 7 және 5 болатындай. Біз басында қандай сан болған білмейміз, бірақ оларды бірдей санға қысқартқан кезде 2, 7, 5 шықты. Демек, біз әр қайсысына x-ті тіркеп жазаламыз. Және осы 3 санның қосындысы бізде 840-қа тең. Ендеше біз бұлай жазсақ болады. 2x қосылған 7x қосылған 5x ол тең 840-қа. 2x-қа 7x-ті қоссақ 9x, 9x-қа 5x-ті қоссақ 14x тең 840-қа. x тең 840-ті 14-ке бөлеміз. x тең 60 шығады. Яғни, x 60-қа тең болса, онда біздің бірінші санымыз 120, екінші санымыз 420 және үшінші санымыз 300-ге тең болып тұр. Енді бізге айтады, орташа мен кіші сандардың азайтындысын табыңыз дейді. Біз мұнда салыстырсақ сандарды бізде 420 ең үлкені, 120 ең кішісі, ендеше 300 орташасы. Онда орташадан ең кішісін азайтсақ, ол 180-ге тең болады. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.